Баршаңызға ассалаумағалейкум. Nissan Altima деген автокөлік. Бұл көлікте бізде иммобилайзер жанып қалған. Көлік бізде 2.5 көлемі. Проблема тым жақсы жасап жүрген көлік қой, негізінде автозаводкасы бар. Иесінің өзі мына кілтін ашып қараған екен, чипі жоқ. Сол чипті іздеумен кіріскен. Чипті негізде мына жерден тапқан, осы жерге клейлеп қойыпты, сары клеймен. Алып салып қойғаннан кейін көлік мүлдем қызбай қалған дейді. Қазір көрейік. Кілтті ашып, чипті дәл осылай қойып қыздырып көреміз. Бұлай ештеңе, ешқандай ошибка жоқ. Қойып көреміз. Чек сөнді. Тағы қойып көреміз. Чек сөнді. Чек жанды. Nissan'дарда иммобилайзер жасамай қалса, иммобилайзердің кнопкасы жоқ, свет жылтырлап, сөніп қосылып тұрады дегендей. Кілт қойған кезде мына чек сөніп қалады. Иммобилайзердің проблемасы. Ендігі мәселе бізде диагностикамен қазір қарап жатқанда escape, қазір read код қарай. Қатесін оқып көреміз, қандай проблема, қандай қате шығып тұрған. Бізде P1610 lock mode деген мына чипті көре алмай тұрмын дейді. Сосын chain of immobilizer мен кілтті екеуінің арасының таныстығы жоқ дейді, танымай тұрмын дейді. Анти-угон қосылып қалды деген сөз. Көліктің 80% осы қызбай қалатыны, істемей қалатыны көлік иелерінің өздері шұқып бастайды әр затта. Көлік қызбай қалды дейді. Сол чипті қарайып, менің ойымша мына чип мына жерде сары клейдің ізі тұр ғой. Чип өші тұрған ау деймін. Отверткамен ашып чипті алам деген кезде мына чипке зақым тиеді. Менің ойымша енді. Осының кілтті қосып орнына қоятын кезде кілт проблема көрмей қалады. Бұлай қазір тікелей иммобилайзер оқытып берейін десем, пин-код сұрайды. Пин-код ол ақылы. Ақылы болмау үшін біз BSM блоктан имма кодты іздеуге тырысатын болам. Сондықтан, достар, айтары кетерім, көлік бұзылама, ештеңесін ашып, жауып, шұқып, әсіресе қараудың қажеті жоқ. Бұл баяғы трамблерлі жугулилер емес, маздар емес, көлікті зақым тию, қатты қымбатқа шығып кетуі мүмкін. Смарт кілттің болмағаны абырой. Смарт кілт қымбатқа түседі. Сондықтан қазір біз мына жерде BSM блок бар. Сол BSM блокты алып, лабораториямызға көшіп, лабораториядан ашып оқып көреміз пин-кодты, жаңа чип шығарып, қыздырып көруге тырысамыз. BSM блок деген міне дәл осы компонент болып келеді. Осы компоненттің ішінде толық иммобилайзер, кілттің ақпараттары, вин-кодтың ақпараттары барлығы осы жерде орналасады. Алдында Ақтөбеден де, Оралдан да жіберген болатын осындай BSM блоктарды иелері жасап, ары қарай почтамен жібердім. Сондықтан ауыл тұрғындарына көрсетіп жатқаным ғой, енді барлығы да біле бермейді, нені алып келетін, несін шешу керек екен. BSM блок деген дәл осындай міне құрал болып келеді. Достар, сонымен тағы бір тексеріп жатырмыз. Қараймыз, кілт көрмейді. Не болды екен деп былай қараймыз. Мен жаңа айттым ғой. Мына жерден чибі тұрған, чибін иесі алған екен өзі. Алған кезде мынаның ішіндегі мысын
жұлып алған. Мына катушканы көрдіңіз бе, үзіліп жатыр міне сымдар. Ол антеннасы. Антеннасында біратала үзіп жүрген иесі. Чибін бір сындырған, отверткамен алам деп, мынаның чибін екі сындырған мінеки. Сымдар жиналып тұр, не шығып тұр. Осыны ашып, қазір мысын бір-біріне пайкілеу керек болады. Осылай міне достар, өздеріңіз ашып жаппауыңызды сұраймыз. Осындай міне былай көзге көрінбейді, жаңа былай қарасам накачка болмағасын бір тексерейін десем осындай проблема болды. Сонымен достар, кеш түсіп кетті. Манадан бері жағаласып жатырық. Жаңағындай иесі өзі шықса көрсеттім ғой не болатын. Антеннасында ремонттадық, чипті де істедік. Қазір пісіме деп қосып қыздырып көреміз. Көлік от алды, немесе қызды. Проблем жоқ. Тағы көреміз. Жұмыс бітті. Енді чибін біратала мына жерге балқып бастаған. Құйып тастадық. Аквикс клеймен түсіп кетпейтіндей. Жаңа кілт жасап берейін деп едік, бірақ иесі келіспеді. Сондықтан өзінің кілтінде чибін құйып жасап берген болатынбыз. Баршаңызға да сәттілік тілеймін. Достар, лайк басып, арнама жазылыңыздар. Келесі видео түсіргенше дейін, жүздескенше дейін сау болыңыздар.